қазақстанымызға қайтып келдік. Алдыңғы жылы біз Африкада болып едік. Еще анау біздің үйіміз осы. Бірақ мұнда аэропорт. Неге аэропорттың жанында тұрып алдым десеңіздер, мен келген кезде бұл жақта аэропорт жоқ болатын. Мен Африкаға кетпеген кезінде аэропорт жоқ болатын. Қазір салып тастапты қаламызды заманауи қылып. Солай да. Аэропортта самолет келмеген, самолет сатып алынбаған, енді жасалынған, әлі билеттер жоқ. Мен қаяқпен бардым десеңіздер, машинамен бардым. Сосын машинамызды сатып жедім. Анда мен вертолетім бар. Ой, елім кеп қалды. Қайда өзінде жатыр. Ай, просто не істеп келдім да. Жарайды. Кеттік. Такс. Еще үйді ақшасын төлеу керек. Жаңа машина сатып алу керек. Жаңа мотоцикл сатып алу керек. Но негізі мафет барды, машинама түсінбедім. Мафетке ұқсайды, бірақ ортасынан мотоциклді қалып жүреді. Ой, айтпақшы. Мұнда машина сатады, бірақ менде бірақ теңге қалай кетті. Айтпақшы, мына жерде мотоциклдар сатады. Ой, мына жерде мотоциклдар сатады. Мына қасында несі бар? Сарапханасы, кафе істеген. Ой, кешіресіз байқамай қалдым. Айтпақшы, мынау неме тағып? Мотоцикл ма? Неме тағып? Мотоциклға ұқсайтын орындықты бірінші рет көрдім. Орындық қой. Таяққа кеттік. Менде ақша жоқ, бірақ теңге өзі. Жарып отыр демалғаншы. Тұрайық қалып кеттік. Екінші этажына шығып көрейік. Екінші этажында не бар? Бұл кафені де салып тастаған. Өзгертіпті деген. Африкаға кетпей тұрған кезінде бұл жақта не болатын? Кафе бір этажында болатын. Еще астында мұнандай болмайтын еді. Қазір салып тастапты. Еще мұнда компьютер бар. Компьютер ойналақ. Мен қаралым жоқ компьютерде. Мұна мотоцикл. Диван ба? Мотоцикл диван деп ойлап қалдым ғой. Осындай мен де сатып алу керек емші. Қой тұрайық магазин. Осындай сатып алайық дей. Не істейсің бар? Айтпақшы, неме? Кішкентай кезім. Мен бұрыннан беріп тұратын. Сол кезде түтін шығатын болатын. Ол менің атым жүр ғой. Ой, атым өткетейік. Мафетіне отырайын. Бұрында бұна ерден бір мотоцикл ұрлап кетіп ем. Соны қайтарып апты. Сосын мен Африкаға қашып кеттім. Ой. Осында сол мотоциклді ұрлап кеткен кезде маскам болатын. Сол мотоциклді үйістсе түзу барында бір жерге тастап кеткен болатын. Қазір көрсетем сол жерді. Мен ол жерді танимын. Үйістіп жүріп қашып жүрдім мотоциклмен. Қаштым мына жерден полиция ұстайтын жер болды. Үйістімді ұшып келдім де. Ой. Мафеттер мынандай жерде шығамайды. Сондықтан бүйтіп бара салайық. Блин, бұнда да жоқ екен де. Енді қайтып шығама. Ал, айтшы. Қазір мотоцикл тұр мекен жайға барып. Айтпақшы, мен атым қайда? Атым бар болса, тағы да жүгіріп барады. Айтпақшы, мен кеттім.
Sonra bizim videomuz аяқталды. Sağ болыңыздар. Давайте көріскенше. Ал біз 4-ші бөлім ба?